Қайырлы күн баршаңызға, сіздер мен Аяла тәттілері. Бүгін құрамы өте қарапайым үйдің нанын жасаймыз. Ол үшін бізге жылы су, 1 шай қасық тұз, 2-3 ас қасық сұйық май және 1 шай қасық дрожж салып, жақсылап араластырамыз. Осы массамыздың үстіне еліктен өткізілген ұнды салып, жұмсақ қамыр илейміз. Достар, ұнды міндетті түрде еліктен өткізіңіздер, сол кезде нанымыз өте жақсы көтеріледі. Осындай жұмсақ қамыр илейміз. Міне достар, осы қамырымыздың бетін жауып 5 минутқа қоя тұрамыз. 5 минут өтті, үстіне жылы сумен жақсылап қамырымызды қайтарамыз. Осы процесті міндетті түрде жасаңыздар, сол кезде сіздердің қамырларыңыздың арасында түйіршіктер қалмай, қамырыңыз, наныңыз өте жақсы көтерілетін болады. Достар, каналымда үнемі шығып отыратын оңай әрі ерекше рецепттерді жіберіп алмас үшін төмендегі подписация кнопкасын басып, менің каналыма тіркеліп алыңыздар. Міне достар, біздің қамырымыз ашыды. Мен осы қамырды 2-ге бөлдім, яғни 2 кішірек нан шықты. Табамызды жақсылап майлап, қамырымызды дәл видеодағыдай жайып аламыз. Нанымызды 190-200 грамм қызып тұрған пешке салып, 25-30 минуттай пісіріп аламыз. Міне достар, біздің өте жұмсақ нанымыз дайын болды. Құрамы өте қарапайым, міндетті түрде жасап көріңіздер. Видео ұнаса менің каналыма тіркеліп, лайк, комментарий қалдырыңыздар.